Менің өмірім тыныш ағып жатқан өзен сияқты еді. Ол өзеннің суы мөлдір, ағысы баяу, жанымды тыныштыққа бөлейтін. Әр күн таныс әуен, жатқа білетін әнім сияқты. Таңертеңгі жылы жарықта ояну, үйдің тыныш дыбыстарын тыңдау, бәрі де мен үшін қымбат еді. Тереземнің сыртындағы әлем тыныш, үйім менің қасиетті орным. Бұл жерде мен өзімді қауіпсіз әрі еркін сезінетінмін. Мен қарапайым нәрселерден қуаныш таптым. Таза еден, төселген төсек, жаңа піскен нанның иісі. Осындай сәттерде өмірдің мәнін сезінетінмін. Менің күндерім бір жіптен тоқылғандай, тамақ пісіру, үй жинау, күту. Әр ісімде тыныштық пен тәртіп бар еді. Олардың бақыты менің тыныштығымның негізі еді. Балаларымның күлкісі мен үшін ең үлкен сыйлық болатын. Мен ешқашан басқа өмірді армандаған емеспін. Үйімнің төрт қабырғасы менің әлемімді қамтыды. Бұл қарапайымдылық мені толықтай бақытты етті. Бұл жұмсақ, ырғақ мәңгілік болады деп ойладым. Өмірім осылай жалғаса береді деп сендім. Қайталау жайлы еді, сау жүректің тұрақты соғысы сияқты. Әр күн бір-біріне ұқсас, бірақ әрқайсысы ерекше. Мен осы тыныштықтың сақтаушысы, отбасымыздың үйлесімінің қорғаушысы едім. Үйімнің тыныштығы мен үшін бәрінен қымбат. Мен бұл тыныштықтың қаншалықты нәзік екенін түсінген жоқпын. Кейде өмірдің осал екенін байқамай қаласың. Менің тыныш өзенім тұрақты ағып жатты, бұрышта жатқан сарқыраманы білмеді. Бірақ өмірдің ағысы әрдайым өзгеруі мүмкін екенін енді түсінемін. Менің күндерім күйеуім мен ұлыма арналған еді. Менің махаббатым көйлектерді бүктеуімде, сүйікті тағамдарын дайындауымда, әрбір ұсақ-түйек жұмыста көрінді. Мен олардың жайлылығы үшін бәрін жасауға тырыстым. Әр сәтте өзімнің қамқорлығымды білдіргім келді. Және олардың әңгімелерін тыңдауымда көрінді. Олардың айтқан әрбір сөзі мен үшін маңызды еді. Мен әрдайым жанында болуға тырыстым. Бұл жұмыстар емес, махаббат рәсімдері еді. Әр қимылымда жүрегімнің жылуы бар еді. Әр күнді ерекше етуге тырыстым. Күйеуім Арман көп жұмыс істейтін. Ол отбасымыз үшін барын салды. Шаршап келсе де, бізге уақыт бөлуге тырысатын. Мен оның үйіміздің жүгін көтердім. Үйдің тыныштығы мен жылулығы менің қолымда еді. Біздің махаббатымыз үнсіз түсіністікке негізделген, айтылмаған міндеттерге құрылған еді. Біз сөзсіз-ақ бір-бірімізді сезінетінбіз. Ұлым Қайрат менің қуанышым еді. Оның күлкісі мені шабыттандыратын. Әрбір жетістігі мен үшін үлкен мереке болатын. Оның өскенін көру менің ең үлкен шытырман оқиғам болды. Оның әрбір қадамы мен үшін мақтаныш еді. Мен оның айналасына махаббат пен қауіпсіздік қамалын салғым келді. Оның балалық шағы бақытты болсын деп барымды салдым. Мен оның балалығын ғана емес, әр тамақпен, әр тәтті сәтпен және бесік жырымен оның өмірін қалыптастырдым. Әр кеште оған тыныштық пен жылу сыйлауға тырыстым. Бұл менің өмірлік жұмысым еді. Көпшілікке көрінбейтін, бірақ жүрегімнің тереңінен шыққан, бірақ бізді біріктіретін желім сияқты. Арман біздің болашағымызды құрғанда, мен қазіргімізді тәрбиеледім. Менің еңбегім отбасымыздың іргетасы. Мен осы рөлге бар күшімді салдым, әр күнді мәнді етуге тырыстым. Бұл менің ең жоғары шақыруым деп сендім. Мен үйдің жүрегі едім. Менің махаббатым бәріне тірек болды. Мен өзімнің тұрақты соғысым біздің бақытты болуымызға қажеттінің бәрі деп сендім. Бұл менің өмірімнің мәні еді. Кеш кәдімгідей басталды, тыныш, әдеттегідей. Сосын есік қағылды. Қайын сіңлім Айгүл еш ескертусіз қолына чемодан ұстап тұрды. Оның келуі кешкі тыныштықты бұзды. Мен қалыпты әрекет етуге тырыстым, бірақ мазасыздық пайда болды. Айгүл келуінің бұлыңғыр себептерін айтты, бірақ оның көздері басқаша сыр шертті. Оның көзқарасында мені ыңғайсыз сезіндіретін бір қарқындылық бар еді. Сол түнде мен ұйықтай алмадым. Үйімнің тыныштығы шудан емес, үнсіз күтпеген қатысудан бұзылған еді. Бәрі өзгеретін болды. Айгүлдің қатысуы тұрақты болып, жаңа, мазасыз динамика қалыптасты. Оның көзқарасы ұзаққа созылды. Мен атын атай алмайтын оғаш қарқындылыққа толы еді. Одан келген мақтаулар басқаша сезілді, жеке күшті. Мен оны қатты сезіне бастадым, және ішімде түсініксіз сезім пайда болды. Күйеуім ештеңені байқамады, өз әлеміне еніп кеткен. Мен оған күлдім, бірақ ішімде мен абыржуда едім. Айгүл екеуміздің арамызда оғаш байланыс пайда болды. Бізді жақындататын көрінбейтін жіп сияқты. Мен оның сөздерін, оның көзқарастарын күтетін болдым.
Мен өзімді кінәлі және уялған сезіндім. Міндет пен тыйым салынған қызығушылық арасында қалдым. Менің әлемімнің айқын сызықтары бұлыңғырлана бастады. Менің тыныш өмірімнің негізі жарылып жатты. Менің ішкі әлемім шайқас алаңына айналды. Күн сайын жан дүниемде тыныштық пен дауыл арпалысып жатты. Әр ойым мен сезімім бір-біріне қайшы келіп мені шаршатты. Сырттай, мен сол әйел едім, сабырлы, бәріне төзімді. Бірақ ішімде дауыл соғып жатты. Ешкім менің шынайы күйімді байқамайтын сияқты көрінді. Айгүлдің әрбір көзқарасы менің жанымның суларын толқытты. Оның жанарынан сезім мен белгісіздік оқылды. Бұл мені одан сайын мазалады. Мен кінә мен абыржудан азап шектім. Түнде көзім ілінбей, өзімді жоғалтып алғандай сезіндім. Ұлымның пәк қуанышына қарап, мені айқындық биледі. Міне маңыздысы осы. Оның күлкісі мені өмірге қайта оралтты. Мен бұл абыржудың имізді улауына жол бере алмадым. Бұл сезімдер тек менікі емес, жақындарыма да әсер ете бастады. Мен оны тоқтатуым керек еді. Өзгеріс жасауға батылдық жинауым қажет болды. Мен бірнеше аптаға анама баруға кетпек болдым. Бұл уақыт мен үшін тынығу мен ойлануға мүмкіндік еді. Мен қашуым керек еді, өзімді қайта табуым керек еді. Бұл шешім оңай болмады, бірақ менің жаным тыныштыққа зәру еді. Бұл батыл қадам, өзімнің құтқарылуым үшін ұшу еді. Өзімді жоғалтпау үшін мен осы жолды таңдадым. Мен өзім үшін және отбасым үшін тыныштығымды қайтарамын. Бұл менің жаңа өмірімнің бастауы болатынын сездім. Мен бұл үнсіз драмада енді пассивті қатысушы бола алмадым. Өз тағдырымды өз қолыма алатын кез келді. Мен Айгүл менің айналама тоқыған көрінбейтін жіпті үзуім керек еді. Бұл менің еркіндігім мен тыныштығым үшін жасалған алғашқы қадам болды. Анамның үйіндегі уақыт ойымды тазартты. Айгүлден алыстағанда ішімдегі дауыл басылды. Мен кім екенімді есіме түсірдім. Әйел ана, арлы әйел. Мен отбасымды қатты сағындым. Қайтып келгенде мен шешімді болдым. Айгүлмен сыпайы қашықтықты сақтап амандастым. Бір кештің бірінде ол мойындады. Мен сені сүйемін деп ойлаймын. Мен оның көзіне қарадым. Сен менің күйеуімнің қарындасысың. Сенің сезімің қате. Менің адалдығым отбасыма. Мен отбасымды, арымды, шындығымды таңдадым. Айгүлдің үміті сөнді. Ол келесі күні таңертең кетті. Дауыл басылды. Үйім қайтадан тыныш болды, жаңаша тыныштық. Бұл білместіктің емес, тыныштықтың тыныштығы еді. Мен азғыруға қарсы тұрдым және тайсалмадым. Мен ішкі соғысымды жеңдім. Кейіннен, менің өмірім өз ырғағына оралды, бірақ мен өзгердім. Мен өзімде бар екенін ешқашан білмеген төзімділікті таптым. Шынайы күш ешқашан азырылмауда емес, қиынырақ, арлы жолды таңдауда. Отбасыма деген махаббатым тереңдей түсті. Ол бастан өткерген сынақ арқылы тазарды. Шынайы махаббат, күнделікті шешім, адалдықты, жауапкершілікті және қорғауды таңдау. Ең үлкен жеңіс – өзін жеңу. Мен махаббат өзіңді жоғалту емес, сен бағалайтындар үшін өзіңнің ең жақсы жағыңды табу екенін білдім. Мен мәселені батылдықпен шешіп, отбасымды сақтап қалдым. Менің өмірімнің тыныш өзені қайта ақты, енді теңіздің күшімен және даналығымен. Осы жеңісте мен бұрын соңды білмеген тереңірек, мағыналы тыныштықты таптым.